Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз қолдауларыңызды білдіре кетіңіздер. Алда келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын. Жаңа жыл тойлау дұрыс па? Бұл жөнінде әркімнің ойы әртүрлі болып келеді. Дін жолындағы адамдар әрине дұрыс емес деп айтады. Барша қазақ дәстүрін ұмытып, дін жолын ауытқып, жаңа жылды тойлауға шықты деп түйме дейді, түйе етіп жатады. Шын мәнінде көпшілік бұған үлкен мейрам ретінде қарамайды, тек жиылуға үлкен бір сылтау деп қарайды. Жаңа жылдан бас тарту біреуге дұрыс, біреуге бұрыс көреді. Оны дұрыс көретіндердің даттары жеткілікті. Біріншіден, қазақтың төл мейрамы емес. Екіншіден, мұсылман қауымға айтарлық ол нәрсе Құранда айтылмаған десті. Алайда көп ахуалдар ескерілмей тұр. Біріншіден, мешіттің ойымен танысайық. Қияметтің кеші белгілерінің бірі ислам үмбеттерінің ширктік пайда болуы, харам ішімдіктердің көбеюі және оны халал деп санауы, зинақорлықтың белең алуы, фитнаның кең таралуы, ізгі амалдардың азаюы және уақыттың қысқаруы. Жаңа жыл туралы көпшілігіміз біле бермейміз. Ол мейрам қайдан шықты? Кімдер тойлаған? Енді және жаңа жыл мен христиан дінінің қатысы бар ма? Жаңа жыл мұсылмандарға қаншалықты қатысы бар деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Иса пайғамбарымызды масихты христиан әлемі құдай деп таниды. Сол сияқты Митранды парсы құдайы, Осирис Египет құдайы, Вакх грек, Кришна Индия құдайы, Будда буддизм негізін салушы, оны да құдай деп есептейді. Бұл құдайлардың туылған күндері де ұқсас 25 желтоқсанда дүниеге келген екен. Рим империясында көп құдайшыл өздерінің жартылай құдай жаратылды деп санайтын. Митранның туған күні сән салтанатпен атап өтетін. Митра 25 желтоқсан бір өңірде жануарлардың арасында туылған. Көп құдайшыл болған римдіктердің сенімі бойынша, егер адам өзінің үйінде лавар, яғни үнемі жасыл болып өсетін ағаштың бір түрі ағаш тігіп қойса, онда оның үйіне көктем кетпейді мыс. Сондықтан да олар сол ағаштың өзі үйлеріне әр қыс келгенде тігіп қоятын болған. Герман тайпасы да солай істеген. Бірақ лавардың орнына олар шырша, елка яғни ағашын пайдаланған. Яғни Исаға жаңа жылдың қатысы жоқ. 3 ғасырдың басында Миранның бас табынушысы болған, кейіннен христиан дінін жаңадан қабылдаған Византия империясының императоры Константин 25 желтоқсанда Иисустың туған күні деп жариялаған. Оған дейін Исаға тиісті күн ешкім жаңа жыл деп есептемеген, тойламаған. Қазіргі таңда христианда 25 желтоқсан мен 6 қаңтар арасын Рождество Христова, яғни Исаның туылған күні деп ораза ұстайды. Құлшылықтарын көбейтіп, бірін кешіріп, көптеп жақсылықтар жасауға тырысады. Яғни Рождество мен жаңа жыл негізінде екі бөлек нәрсе. Мұсылман мемлекеттерінде Египет, Ливан, Сирия тағда сол сияқты жерлерде тұрғылықты христиан арабтар бар. Сол себепті олар да осы мерекені тойлап жатады. Құранда оларды мейірімді Аллахтың құлдары, өтірікке айғақ болмайды. Бұл аяттың тәпсірі басқа діндегілердің дін мерекелеріне қатыспауға туралы айтылған. Бүгінгі адамдар бұл жай мереке ғой, арақ шарап ішпейміз, тек қана дастархан жайып отбасымызбен, туыстарымызбен отырамыз дейді. Алайда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кім қай халыққа ұқсағысы келсе, ол солардың бірі деген. Басқа бір хадисінде сендер міндетті түрде өздеріңнен бұрын өткендерді, яхуди мен христиандардың ізімен жүрсеңдер, тіпті олар есірткенің ініне кірсе де, сендер оларға ілесе кетесіңдер дейді. Қасиетті Құранда, ей адам баласы, жер жүзінде болған халал, таза нәрседен жеңдер. Басқа бір аятында, ішіңдер жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Шындығында Аллах тағала ысырап етушілерді сүймейді деп атаған.
Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам терілерің сыпырылып сойылсаңдар да, отқа тірідей тасталсаңдар да, асылсаңдар да Аллаға серік қоспаңдар. Намаздарынан әдейі оқымай қоймағандар, өйткені біле тұра намазды оқымағандар мұсылман қауымынан шығып қалады. Күнә істерден сақтаныңдар, өйткені күнә Аллахтың қаһарын келтіреді. Арақ ішпеңдер, себебі арақ бүкіл жамандықтардың көзі делінген. Біз тойлап жүргеннің жаңа жылдың осы аят хадистерінде анық айтылғаны күнәлі істерді жасап жүрмегеніміз жасырын емес. Олай болса, жаңа жыл тек басқаларға ұқсауға ғана емес, Алланың қаһарына шақыратын істерге себепші болып жатқанымыз тағы бар. Егер жаратушы иеміз тыйым салынған нәрселердің тыйылсақ, міндетті түрде одан жақсысын береді. Аллах сендер үшін олардан да абзал болған Рамазан мен Құрбан айт мерекелерін ауыстырды деген. Олай болса, мұсылманның үмбетінің қуанышпен қарсы алатын күндері емес, сауапты тұратын, құлшылықтың өткізетін өз мерекелері бар. Біз бен сіздің бақытыңыз үшін Аллах тағала осы мерекелердің сыйға тартқан. Алла тағаланың және оның елшісімен иман келтірген адам осыны қабылдайды да қалғанын тастайды. Алла тағала халқымызға береке, бірлік, екі дүниенің бақытын берсін. Яғни дәл осылайша ойласақ, біздің халал деп жүрген наурызымызды тойлау да бұрыс болғаны ма? Салыстырмалы түрде қарасақ, елімізде бұны асқақтатып тойлап жатыр деп айтуға болмайды. Жаңа жылды тойлау дұрыс емес деп айтуға тұрмайды. Ал тойлап бұдан мистика іздеу қазаққа жат нәрсе. Ал жылдың басқа жылға өткені тұрған не бар? Григорийдің жүйе әлемге тамырын жайып, кезінде ақ өз орнын әлемде орнаттырып қойған. Ескерер жайт, ол күн мен түннің теңелген кезі біз үшін әлем тойлатып жатқан мейрамнан жоғарырақ тұру, ол міндетті емес пе? Бір жағынан кішкене жаңа жыл деуге де келеді. Күн жылып, дала көктей бастайды. Ал достар, сіздерге видеом қызық болса, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Жаңа жылда сіздер тойлайсыздар ма? Шынайы ойларыңызды жаза кетсеңіздер.